Армысыздар, Атамекен Бизнес Channel өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Эфирде Қазақстанда жасалған бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ербол Мәндібек. Бүгінгі хабарымызда Ақмола облысы Макинск қаласында орналасқан Кастекс компаниясының өнімдерімен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кастекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2010 жылы ашылған. Орналасқан жері Ақмола облысы Макинск қаласы. Қызметі резеңкелі техникалық өнімдер шығару. Жұмысшылар саны 60 адам. Жылдық қуаттылығы 5 миллион дана резеңкелі техникалық төсеніш. Жылдың үздік тауары 2013 байқауының жеңімпазы. Өндірістік процесті баяндамас бұрын ең әуелі Кастекс компаниясының негізгі қызметіне қысқаша тоқталсақ. Бұл зауыт Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тапсырысын орындайды. Мысалға, мына шығарып жатқан резеңкелі өнім бетон шпалдың астына төсеуге арналған. Ал мынау резеңкелі төсеніш рельстердің астына төсеуге арналған. Сонымен қатар бұл компания Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының қызметкеріне арналған және де жалпы халықтық тұтынуға арналған мынандай тамаша резеңке етіктерді өндіруде. Енді біз өндірістік процеске толығырақ тоқталатын боламыз. Дәл осы жерде 7 тонна техникалық резеңке өнімдері жиналған. Айта кетейін, Кастекс компаниясы шикізатты Ресейден, Қытайдан және Шымкент қаласынан сатып алады. Енді басқасы басқа өзіміздің отандық, яғни Шымкенттен шығып атқан резеңкелі шикізаттың назарларыңызға сұнамын. Мамандардың айтуынша бұның сапасы өте жоғары. Енді зауыт қызметкерлері дәл осы шикізатты қазір өз ішінде өңдеуден өткізеді. Резины, заготовка на... Күн сайынғы өндіріске 3-4 тонна шикізат кетеді. Менің міндетім шикізатты өндіріске дайындау. Яғни мына аппараттың көмегімен өңдеу жұмыстарын жасаймын. Сапалы өнім алу үшін әуелі резеңкені тері секілді әрлі-берлі илеуден өткіземіз. Біздің зауыт санға емес, сапаға жұмыс істейді. Сондықтан жасаған дүниеміз сынға ұшырамас үшін ісімізге жоғары жауапкершілікпен қараймыз. Мен жергілікті тұрғынмын. Кәсіпорын ашылғаннан бері 2 ауысымда еңбек етіп келеміз. Біздің жасаған аралық төсеніштеріміз Қазақстанның темір жол саласына қолданылуда. Сондықтан осының өзі үлкен жетістік. Менің оң қолымда мінекей шикізат, ал сол қолымда дайын өнім. Бұл дәл осы құрылғының көмегімен жасалады. Айта кетейін, бұл зауыттың басқалардан басты айырмашылығы өте жоғары технологияны меңгерген және де заманауи қондырғылармен қамтамасыз етілген. Мысалға, мына аппарат Қытайдан сатып алынған бағасы шамамен 15 мың долларды құрайды. Тіпті бұндағы кейбір құрылғылардың құны 20 мың долларға дейін жетеді. Бұл цех кеңес үкімет тұсында ағаш өңдейтін зауыт ретінде салынған. 90-шы жылдардағы тоқырауда қызметін тоқтатқан. Басшылық осы өндірістік алаңды 2010 жылы сатып алып, Кастекс деп аталатын заманауи кәсіпорын іске қосты. Сол уақыттан бастап Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының тапсырысын орындап келеміз. Өндірістік көрсеткіш туралы айтар болсам, 2012 жылдары темір жол құрылысына қолданылатын резеңкелі техникалық өнімдердің 2,5 миллион данасын шығардық. Қазір ол көрсеткіш 4-5 миллионға жуықтап қалды. Резеңке етікте шығарамыз. Алдағы уақытта көршілес елдердің нарығына шығуды жоспарлап отырмыз. Есть различные приборы, на которых... Кез келген кәсіпорынды зертханасыз елестету мүмкін емес. Біздің зауыттың зертханасы да соңғы үлгідегі құрылғылармен қамтамасыз етілген. Менің міндетім тауардың сапасын тексеру. Цехтағы жігіттер шығарған резеңкелі төсеніштердің үлгісін алып, маған тапсырады. Мен өнімнің беріктігін, құрамының дұрыстығын анықтаймын. Рельстің, шпалдың мығым тұруы үшін қолданылатын аралық төсеніштерден кінәрат шықпауы тиіс. Сондықтан зертхананың жұмысы күрделі және атан түйеге артарлықтай жауапкершілігі бар. Кастекс компаниясы сонымен қатар дәл осындай резеңке етіктерді өндіреді. Кәсіпорын жыл сайын 55-60 мың данасын шығарады. Бағасы 8,5 мың теңгені құрайды.
Ал сапасы туралы айтатын болсақ, біріншіден жылы, екіншіден шамалыға жыртылмайды, яғни ұзақ жыл киесіз. Кастетс компаниясы айналасы 5-6 жылдың ішінде Қазақстан темір жолының тапсырысын толыққанды орындайтын іргелі кәсіпорынға айналып үлгерді. Енді бұл зауыт келер жылдан бастап өз өнімін Ресейдің және Беларусияның нарығына экспорттауды жоспарлап отыр. Демек, отандық тауарға деген сұраныс жыл сайын артып келе жатыр. Олай болса, қазақстандық тауарды қолдайық және оны сатып алайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.